Аллах вал аср деп асырға ант етіп отыр. Аср егер намаз десек те тура солай. Себебі аср намазы ас-салат уста орта намаз деп Құр'анда мақталған, өзінің қадірленген дәрежесі бар бол намаздың. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман саллал бардайни дахалал жанна". Екі осы таң намазын және аср намазын кешіктіру, өз уақытында оқу, бол оқылған арқалы кім оқитын болса, ол жаннатқа кіреді дейді. Бол да сол аср намазының жеке қасиеті. Аллах айтады: "Иннал инсана лафи хуср", адамның барлығы деп атыр. Ал инсан дегенде бүткіл адам баласының барлығы, еркек, әйел, үлкен, кіші, болардың барлығы лафи хуср, үлкен зиянда. Аллах субханаху ва тааланың мейірімділігінен осы зиянды зиян екенін айтып қоя салған жоқ та, бәлкім ол зияннан, ол жамандықтан шығудың жолының шариғатта қияметке шейін өшірілмеген суретте әрбір үйренуге мүмкін болған, үйренгісі келген адамға мүмкін суретте қалдырған. Оның шешімі. Шешімі не ол? Аллах өзі айтады: "Иллаллазина аману ва амилус салихат". Тек қана осы зияннан, алейкумассалам ва рахматуллах, зияннан құтылатын адам, аллазина аману, Аллахқа иман келтіретіндер, ва амилус салихат, оның артынан амал қылатындар, ва тавасау бил хақ, бір-бірлеріне хақты өсиет қылып насихат ететіндер, ва тавасау бис сабр, бір-бірлеріне сабырды насихат қылып өсиет қылатындар.